Баршаңызға сәлем. Мен бүгін қанша уақыттан бері тапсырыс қабылдап жүрген оригинал Бупи пай тортының рецебін сіздерге ұсынғым келіп отыр. Ол үшін 200 грамм шоколадымызға 100 грамм майымызды салып, жақсылап ертіп аламыз. Оны суытып, жақсылап араластырып қоямыз. 4 штук жұмыртқамызды үстіне шым-шым тұзымызды салып, және 160 грамм қантымызды салып, жақсылап қою болғанша араластырамыз. Оның үстіне еріген шоколадымызды, майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне 200 грамм ұнымызды және 10 грамм разрыхтелімізді, 20 грамм какаомызды салып, жақсылап араластырамыз. Осындай сұйықтықта болады. Пергамент қағазымызды 24 диаметр қылып сызып алып, 4 бөлікке бөліп, бір қалыпты қылып жайып шығамыз. Оны 180 градуста 7-8 минут қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге 170 грамм қант, сахарный пудра және 450 грамм творожный сыр. Оның үстіне 450 грамм сливкимізді құямыз. Ең жай скоростан бастап, ең жоғарғы скоростқа дейін өте қою өз формасын ұстағанша жақсылап араластырып аламыз. Мен оны осылай дайындап аламын. Теріс бетінен осылайынан бәрін жағып шығамыз. Және ең соңғы бөлігін оң бетіне қоямыз. Осылай оңынан қойып аламыз. Енді бізге ганыш дайындау керек. Ол үшін 200 грамм шоколадымызға 80 грамм сливкимізді құйып, микроволновкада ертіп аламыз. Оны жақсылап араластырып алып, тортымыздың үстіне құйып, жаймен жағып шығамыз. Бұл торт өте дәмі дегеннен керемет шығады. Осылай жасап, істеп көрсеңіздер өкінбейсіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.